Егер суперкарларды жануарлар деп алсақ, онда олардың ішіндегі арыстаны Lamborghini. Соңғы 50 жыл ішінде компания өзінің жарқын және батылдықпен, сонымен бірге автокөлік саласындағы ең танымал брендтерінің бірі ретінде көрсетті. Құрмет Сантагата Bolognese шеберлері нөлден басталды және бірнеше рет құлдырау алдында тұрды. Бірақ олардың арқасында әлем керемет машиналарды көрді. Және компанияның тарихы да ерекше, тіпті ақылға қонымсыз сәттерге толы. Қанекей онымен жақынырақ танысайық. Көптеген автокөлік компанияларының негізін қалаушылар сияқты, Ferrucci Lamborghini ерте жастан бастап әртүрлі механизмдерді ұнататын және қызығатын. Ұлының әуесқойлығын байқаған ата-анасы, ол ұлғая салуымен оған арнап кішкентай шеберхана салды. Ferrucci онда кішкентай бөлшектерді өзі құйып шығарды. Тіпті бір рет жұмыс барысында фермада жарылыс болған кезде болды. Табиғатынан тума инженер Болоньядағы инженерлік училищені оп-оңай бітірді. Содан кейін итальяндық армияда механик болып жұмыс істеді. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Lamborghini әскери техникалардың орнына ауыл шаруашылық техникаларын жасаумен айналысады. Ол сол кезде-ақ бұқаның бейнесін өз өнімдерінде эмблема ретінде қолданылған. Не үшін бұқа дейсіз бе? Себебі Ferrucci жұлдыз жорамал бойынша бұқа. Осы мәселе бойынша ол Lamborghini Trattori компаниясын құрды және 40-шы жылдардың аяғында өзінің дизайны бойынша алғашқы тракторын шығарды. Ол бай бола бастады және құрлықтағы ең жақсы 5 спорттық машинаның кішкентай паркін сатып алды. Олардың арасында Mercedes 300 SL, Maserati 3500, Jaguar'ның электронды түрі және бірнеше Ferrari 250 GT тағы басқа қымбат машиналары болды. Алайда, олардың ешқайсысы оны толық қанағаттандыра алмады. Сол кезде күтпеген жерден Lamborghini суперкарлар шығаруға шешім қабылдайды. Трактор өндірушілерін қымбат көліктер жасауға итермелеген не? Бір танымал нұсқа бойынша, Lamborghini және Senso Ferrari ортасында келіспеушілік нәтижесінде жанжалға айналды. Ол тез және өткір мінезді адам болды. Ол Ferrari машиналарының сцеплениясы оның Ferrucci тракторларында қолданылғанға ұқсас екендігін байқайды. Бірақ төмен сенімсіздігі және сапасыздығымен ерекшеленді. Lamborghini Ferrari зауытына келіп, наразылық білдіріп шағымданады. Алайда ол тіпті трактор өндірушісінің Ferrari машиналарына сын алуға құқығы жоқ деп тыңдамайды. Ренжіген ол Ferrari'ге қарағанда жақсы машина жасауға шешім қабылдайды. Ferrari'дің Lamborghini'мен арасындағы жанжалынан кейін көп ұзамай оның талантты Paolo Daler, Jota, Bob Wells сияқты мамандарымен ұрысып қалады. Олар бірден Lamborghini арасында келісімшарт жасасады. Және 1963 жылы алғашқы Ferrucci Lamborghini машинасы құрылды. Тағдыр тәлкегін қараңыз. Марселладағы Ferrari зауытынан небәрі 15 шақырым жерде жаңа Lamborghini суперкарларын құру жұмыстары қызу жүріп кетеді. Компания өзінің алғашқы прототипін 1963 жылы қазан айында Турин автосалонында ұсынды. Lamborghini GTV 347 ат күші бар, 3,5 литрлік V12 қозғалтқышы бар 2 орынды купе. Максималды жылдамдығы сағатына 280 км болды. Ал машина 100 км сағат жылдамдыққа жетуге небәрі 6 секунд керек болды. Жетістік айқын болды. 1966 жылы Lamborghini 400 GT моделі жасалды. Ол алғашқы машинадан сыртқы кузовтардың шамалы өзгеруімен ерекшеленді. Сәтті сатылымдар компанияға 1966 жылы наурызда атаңызға айналған Lamborghini Miura'ны құраудағы ақша жинауға мүмкіндік берді. Яғни бұл марканы әлемге танытқанда дәл осы машина еді. Көбінесе ол алғашқы нағыз суперкар болып саналады. Бұл модельдің атауы Испанияда өсіретін жауынгер бұқа тұқымдарының құрметіне аталған. Айта кету керек, Lamborghini бұқалардың жекпе-жегін ұнататын. Сондықтан компания әлі де осы жануардың құрметіне, немесе бұқалар жекпе-жегінің атрибуттарының құрметіне машиналарды солардың атымен атайды. 1968 жылы әйгілі Espada моделі енгізілді.
Ол отбасылық суперкар ретінде белгіленген алғашқы 4 орындық автомобиль маркасына айналды. Және 1971 жылы нағыз сенсация Lamborghini Countach прототипін ұсынды. Немесе басқаша айтсақ, жай ғана Countach. Автомобильдердің есіктері тігінен ашылатын болды. Бұл кейінірек компания автомобильдерінің ең танымал белгілерінің бірі болды. Аса танымалдылығына қарамастан, компанияға қаражат жетіспеушіліктері байқалды. 1972 жылы Швейцариялық инвесторға сатуға тура келді. Осыдан кейін Lamborghini бірнеше рет қолдан қолға өтті. Кейінірек 1987 жылы оны Chrysler концерні сатып алады. Мұндай қиындық туғызған уақытқа қарамастан, Lamborghini компаниясы Espada, Dodge Ram және аты аңызға айналған Diablo серияларын шығаруды тоқтатпады. Алайда бір кезде Chrysler қаражат жетіспеушілігін қатты сезінеді. Сөйтіп ол да Индонезияның инвестициялық тобына сатуына тура келеді. Lamborghini'дің жаңа иесі модельдің сыртқы келбеті мен техникалық жағына айтарлықтай әсер етіп өзгертірді. Оның жетекшілігімен ең әдемі суперкарлардың бірі Murcielago пайда болды. Murcielago деп 24 рет жараланып тірі қалған жауынгер бұқаның құрметіне аталды. Бұл модельдерден кейін әйгілі Gallardo, Aventador және Huracan жасап шығарылды. Тіпті тарихындағы бірінші кроссовер жасалды. Urus. Қазіргі кезде компанияның қаржылық жағдайы өте жақсы. Және де батыл түрде табыс табу мен нарыққа тағы да керемет әдемі модельдерді сенімді түрде шығарады және шығарып та жатыр.